Айшаға берген еліктің сыйлығы. Ертегі. Мағжан қызы Айшаға арналады. Астана қаласындағы әсем сарайда патша Мағжан мен патшайым Нұрай өмір сүріп жатыр. Олардың Айша атты ақылды, мейірімді қыздары бар. Айша інілері Адият пен кішкентай Асылханды қатты жақсы көреді екен. Анасына көмектесіп, інілеріне қамқор болып өсіпті. Бір күні туған күн қарсаңында Айша ата-анасымен орманға серуендеуге шығады. Орман іші құстардың әніне толы, өте әдемі екен. Кенет алдынан сұлу елік шығыпты. Елік Айшаға жақындап келіп, мойнындағы жарқыраған күміс алқаны шешіп береді. Сол сәтте алқа жарқ-жұрқ етіп, айналаға алтын түсті сәуле тарайды. Ағаш бұтақтарына кішкентай көбелектер қонып, гүлдер жайқалып кетіпті. Сонда орман ішінен жұмсақ дауыс естіледі. Бұл алқа мейірімді, қамқор балаларға ғана сыйланады. Айша қуаныштан секіріп кетіпті. Анашым, әкешім, қараңыздаршы, нағыз сиқырлы алқа, деп мәз болыпты. Патша мен патшайым қыздарына сүйсініп қарапты. Ал Айша алқаны тағып алып, бұрынғыдан да мейірімді, қуанышты болып өсіпті. Ертегінің соңы.